Баршаңызға кеш жарық. Бүгін бізде 1 сәуір. Бізге тағы да мақсаттар келіп тұр. Яғни 1 сәуірден бастап 7 сәуірге дейін 30 тапсырыс орындасақ 5500 теңге. Мына жерден қазір мен скриншот жасап, мына жерге полностью көрсетіп қоямын. Мен әрине 30 тапсырысты мақсат таңдаймын. Оны мен өтей аламын деп ойлаймын. Яғни бір аптаның ішінде 30 тапсырыс орындау керекпіз. Енді қазір желіге шығып жатыр. Менде еске сала кетейін, менде тариф бойынша эконом тарифі, сосын жеткізу қызметі және курьер 3 тариф қосылып тұр. Машинамыз Toyota Sienna автокөлігі 2002 жылы, яғни бірінші буыны, объемы 3-тік. Ақтөбе қаласы бойынша эконом тарифін жүретін боламыз. Ақтөбе қаласы бойынша коэффициент 100 теңге. Ешқандай коэффициент жоқ десек те болады. Қала бойынша 2 ұпай кептелістің ұпайы. Енді қазір жаймен деп индрайверді қосып қоя береміз. Яғни жұмыс істеу мақсатында шықтық. Сол себептен 2 агрегатпен жұмыс жасайтын боламыз. Алғашқы тапсырыс қай уақытта келеді көретін боламыз. Яғни индрайверден жақсы тапсырыстар болатса, міндетті түрде алып кететін боламыз. Желіде жүрген жігіттер, сіздерге ақ жолдарыңыз болсын. Яғни нені қарап отқан адамдар, осы бейне роликті қарап отқан адамдар, сіздерге өтініш, кішігірім каналға жазылып, арнаға жазылып, шамамен 15% менде көрермендердің 15% арнаға жазылмай қарайды екен. Сол себептен қалған 85%-ды азайтайық сол көрсеткішті. Сол себептен каналға жазылып, арнаға жазылып, мына уведомлениені басып қойыңыздар. Мына қазір 650 теңге Жібек жолы ауданынан, осы бізге мен тұрған жерден 11-ші микрорайон шағын ауданына дейді. 600 теңгеге дейді. Сол себептен каналға жазылып, лайк басып, желіде таратыңыздар. Үлкен сіздерден бұл кішігірім үлкен көмек болсын маған. Яғни 1000 жазылушының санына менде шамамен 60 па, 80 ба жетпей тұр. 40 жетпейді. Кеттік, жолымыз болсын. Мына индрайверден қазір тапсырыс қарап отырмын. Күтетін боламыз. Индрайверді айтпақшы, кішігірім айтып кетейік. Индрайвер шамамен баланс, мынау не істемей жатыр деймін. Ой, қазір не алып жатыр деймін. Мына тарифтеріміздің барлығын тегін, яғни 0 теңгеге қала бойынша. Кеттік, жолымыз болсын, көрейік қанша тапсырыс табамыз. Қазір сағат 8-де 16 минут кетті. Алғашқы тапсырыс түсті. Бұл дегенімізді Жібек жолы ауданынан барғанға дейін 510 метрді көрсетіп тұр. Ал екінші нүктеге дейін 8,5 шақырым эко бақ ұжымы дейді. Кеттік, жолымыз болсын. Коэффициенттер қала бойынша 100-ден 400 теңгеге дейін көтерілді. Кеттік. Мен көрінбей тұрмын ба? Клиентке хабарласып отырмық. И осы жерде вроде шығатын жері. Алло? Саламатсыз, мына сіз мына жақ көшеден жүрмін, бір жағы ғой тек да осы. Мына дүкеннің алдында тұрмыз, Замдер дүкенде. Дүкеннің алдында тұрмыз? Дүкеннің алдында. Қандай дүкендесіз аты? Замдер. Замдер. Хорошо, я. Я. Мен сіз үй өз. Мне. Одна сорок шақырым бар екінші. Все, хорошо, жақсы. Осылай клиенттер Замдем деген бұл жерде односторонка шығатын жағы дейді. Артымызда негізі односторонка шығатын жағы ше. Көрейік. Осылай клиенттер бар ғой, непонятно вообще. Басқа жерге беру болады. Содан вообще өздері вообще басқа жақта тұрады. Односторонка дейді. Мысалы, қазір данный момент надо ақылу күту кетіп жатыр. Күтте олдар шықты уже скутермен, мопедпен, ё-моё, опасно жүру уже. Односторонка шығатын жер міне, я.
білмеймін. Зәмдер деген магазин еще. Мына жерде бір магазин бар. Сәулеш деген мына жерде бір магазин бар. Қайттан соны көріп болды оған. Осылай қанша қайдағы жүрегі беріп жатты. 960 теңгеге шықты. Тапсырыс. Былай табыс 1150 теңге. Алдында үстіндегі ақшаны маған менің өзі береді. Яндекстің өзі. Енді келесі тапсырысқа бара жатырмыз біздер. Ол дегеніміз Әлби Жангелдин көшесінен Керуен Сити. Бұрынғы Мега. Мега дегенді алып жатты. Аз Керуен Сити. Мен мына машина жүріп болмадым. Автобустың түсінігі бар екен. Кішкене жайлап бастым. Нөр машина жүріп болмады қарсы. Болады ондайлар. Клиент мені күтпей кетіп қойған. Басқа жерде тұр. Дүкеннің алдында вообще әйтеуір тіл табысып, нормально келдік. Жылдамдатып әйтеуір келіп, келесі тапсырысқа бара жатқан жайымыз бар. Кеттік. Адам қиын жалдауға қалдырады. Мына жерде беше тұру болмайды да. Мен қазір тұрғанда нарықшы дейді. Адамдар шықпай жатыр. Саламатсың. Өзіңіз ғой? Әркім әртүрлі киінеді. Біреулер жаңа, мен, например, осенний негем, етіккем. Біреу вообще неме жүреді. Туфлиме жүреді, летний. Әркім әртүрлі. Ызғары бар все-таки жердің, е? Ызғары болады ғой все-таки жердің деймін да. Аясында жамбыр болады. Мен өзім мысалы машинамен жүрсем де жұмысқа да машинамен барам, қатынаймын былай. Соның өзінде де солай кішкене қалыңдау киініп аламын. Запас машина сатып. Иә, киіп аласың сосын. Жоқ, ішке барғаннан кейін обязательно летний немен алыстырасың туфли. Подменники аяқ киім бар ғой, былай жалпы барғанша. Все-таки салқындау сияқты, негізі аяз бар таңда. Қызық погода. Ақтөбе қайда барады екен, сыймайды бәрібір.
Ая, ну еще, надо тут. Ә, Скоро хотели запретить, да, вот на машинах? запрет емес, жаңа как положено учетқа қойып сөйтеді. Қанша адамдар ұшып отыр ғой адам. Иә, опасно негізі. Жалпы андай білмеймін енді өзінің өмірін ойламай ма кілең андай шумахерлер айдайды ғой бір жаңа бір Өмірден соны айтамын білмеймін түсінбедім. қалдырып дірілеп сібіліп шығасың ғой. Бір аллаға сен. Айтпаңыз. Көлігі де жақсы. Мынау не 49-47-да не? Скорость машина. Ой, как попал, дорогу делали, да? Жарты қалтаға, жарты халыққа, да? Слушай. Аля, көрдіңіз ба, Инстаграмда? Не ол? В каком городе какие дороги? В А, какой стране, то есть? Бізді Қазақстан көрсетті, şu қалашық қалады. Қазылар. Көрдіңіз ба? бізде көбілай шығарып жатыр ғой видеолар. Бізде климат сәйкес келмей ма? Әлде может бюджет аз ба? Әлде біздікілер істей алмай ма? Мүмкін ол да бар шығар. Бірақ не істейтінде бар ғой конкретно. Баяғыда біздер мұнай қазып жатқанда прям китайский компаниялар біз 3 точка қазып жатырық, 3 буровой станогымыз бар. Сол кезде бір қазақ жігіттер болды, именно Атыраудың жігіттері. В общем, олар да тоже через кого-то не алып алған, объем алып алған. Еще станоктар ескі, еще российский. Мә қазғанда бізден шуылдатып қазады ғой. Зарплаталар жақсы екен, бірақ не жоқ. Жаңағыдай біздер келеміз, кешке келеміз, кіріміз жуады, тамағымыз істейді, как положено. Ояқта ондайлар жоқ екен. Бірақ зарплатасылары достойно былайша. Біз бұрын жұмыс істейміз. Бірдеңе күттіңіз, да? Машина? 700. 800. 200. 1973. Иә. Түсті.
Жақсы шаңыз болсын. Рахмет. Клиентте келіп жатық 540 теңге шықты тапсырыс. Енді негізі жалпы Яндекстің стандарты бойынша клиентпен сөйлеспеу керек. Егер де клиент тапсырып тұрса, политикаға байланысты, немесе болып жатқан жағдайларға байланысты, спорный футбол клубтарға болеть ететін, мысалы, сондайларға более не істесек, біздер негізі рұқсат етілмейді. Ал былай енді қарапайым заттарға айтылады ғой. Андай неге ол рұқсат етілмейді? Біріншіден ол спорный ситуацияда. Мен Ақтөбеге болеть етем. Ана кісі прервать етіп жүрді. Алло. Уалейкум салам. Я айта беріңіз. Қайдақтан келесіз, брат? Сіз қай жағын білмеймін, разница жоқ маған. Ана алдынан кел десеңіз, алдынан келем. Қай жағына шығып тұрсыз өзіңіз? Шығып тұрсыз ба сіз? Мына жақта мені Қазтром офисі бар емес, сол жақтан шығып тұрмын мына. Болды, онда сол жақтан кіре қойын, проблема жоқ. Жақсы. Сол, енді болып жатқан ситуациялар бар, соғыс бар, басқасы бар. Әркімнің ойы әртүрлі, сол себептен жүргізуші мен клиент сөзге келіп қалмау үшін негізі болмайды ондай нәрселер бар. Бірақ енді қарапайым нәрселер айтылады ғой. Сөзге тартып жатсаң неме отыра алмайсыз тағы. Өзің мнениеңізді айтасыз, өзіңіз ойыңызды айтасыз, бірақ енді клиенттің көңілін қалдырмайтындай қылып. Керуен Ситиден тағы да тапсырысты бізде. Ол Мәңгілік ел көшесі, яғни Батыс 2 ауданы, Алтын Орда ауданы қазір. Тағы да неге тапсырысты аяқтадық. Қазір 5500-ге дейін 22 тапсырыс бар дейді. 8 тапсырыс ондап тұрмын ба? 9 тапсырыс ондадым бәлі. Так. 8 тапсырыс ондап тұстаппын. Менде таза табыс 4860 теңге. Таза табыс. Енді бір тапсырыс орындап тастаймын. Содан кейін әлі 10-ға дейін жеткізіп тастасам бекен. 10-ға дейін жеткізіп тастасам ерінбей. Осын селфи бақылаудан өтіңіз дейді. Бірден өтіп жатыр. Қолжетімдік уақытша қолжетімсіз селфи бақылаудан өтіңіз дейді. Так, 22 болып тұр, 20-ға дейін азайтсақ. Тапсырыстардың санын. Сосын шаруаларға шығамыз. 10 тапсырысты аяқтадым, 5590 теңгеге шықты, таза табыс болды дегеніміз. Енді мақсатқа дейін 20 тапсырыстай бар әлі. Негізі жалпы бұдан да басқа тапсырыстар алу керек еді, негізі басқасын да көру керек. Бірақ өзгерте алмаймыз, таңдап қойдық, өзгерте алмаймыз. Енді бұл роликтерді барлығын бір қосып істеймін. Сол себепте аманшылықта, саушылықта.